Қалайсыңдар қыздар? Бүгін біз екі түрлі хит самса дайындайтын боламыз. Оның бірі әрине осы тандыр самса және де баклаваға ұқсас миди самса және де екі түрлі начинкамен барлық қолдан жасалатын қамыр барлығын да толық түсіндіретін боламын. Видеоны соңына дейін көреміз. Ең алдымен қамырымызды ашытамыз. Бұл жерде мен бауырсақтың қамырын ашытып жатырмын. Және де барлық рецепті, толық рецепті видеоның төменгі жағында описаниеда қалдыратын боламын. Үйдегі қалып кеткен сүттің бетінде тұрып қалған қаймақтардың бәрін жинап қоямын. Қызым сүт ішкендіктен қаймағын жемейді. Сондықтан осындай бауырсаққа қосып жіберемін. Енді самсаның қамырын дайындаймыз. Су және де сары май, бір ас қасық уксус, бір жұмыртқа қосып жақсылап жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Бауырсақтың да қамырын илеп қойдым. Егер бауырсақтың рецептісі қажет деп жатсаңыздар, бұл рецепті де төменге жазып кетемін. Жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ болған өте маңызды, өйткені біздің бауырсағымыз жұмсақ болып пісу үшін қамырды да жұмсақ етіп илеуіміз қажет. Және де біздің самсамыздың қамыры қатты жұмсақ болмайды, орташа етіп илейміз. Осылай екі бөлікке бөліп, оны жақсылап видеодағыдай етіп жаямыз. Қамыр жаюдың әдістері, тәсілдері барлығы менің каналымда төменгі жақта бар. Одан соң сары майды жағып, оны біздің қамырымызды ораймыз. Самсаның тестасының рецепті де төменде менде видеода, осы YouTube каналымда рецептері бар. Полный жағып шығамыз сары майды. Одан кейін оны осылай бүктеп қойып, екіншісін тағы жаямыз. Арасында бауырсақтың қамырын илеп қойуды ұмытпаңыздар. Одан соң осылай тағы да май жағып, оны да ораймыз. Мен біреуін осылай жабыстырып орадым, арасына май жағып, бұны миди самсаға дайындаймын. Және де осындай үлкен етіп, біз неге тандыр самсаға дайындайтын боламыз. Екеуін де осылай дайындап, холодильникке салып қоямыз. Морозильникке салып қойсаңыздар да болады. Морозильникке салған дұрыс, негізі жарты сағатқа. Осылай салып қоямыз да, кейін біз бауырсағымызды дайындаймыз. Осылай столға май жағып алып, осылай бауырсақтарымызды дөңгелектеп, майды қыздырып қоямыз. Одан соң майлап, жақсылап жаямыз. Оны осындай насадкамен кессеңіздер болады, болмаса 4 бұрыш етіп өзіңіздің қалауыңыз бойынша пісіре бересіздер. Өте дәмді болып шығады, өте керемет болып шығады, жұп-жұмсақ. Осы рецепті пайдаланып көрсеңіздер, өте керемет болып шығады. Мінекей біздің бауырсағымыз дайын. Қазір ішін көресіздер, өте дәмді, өте жұмсақ. Жасап көруге баршаңызға кеңес беремін. Енді біз самсамыздың салмасын дайындайтын боламыз. Бізде екі түрлі самса болғандықтан, және де екі түрлі салма болады. Бір тандыр самсаға етпен, және де миди самсаға осындай асқабақпен. Менде мына жерде ыдысым кішкентай болып қалып, үлкен ыдысқа ауыстырдым. Мен осылай алдын ала құйрық майды турап қойған болатынмын. Майдалап тураймыз, және де екеуіне бөліп қосамыз. Одан соң біздің пиязымызды қосамыз, екеуіне бірдей етіп. Қалауыңызша приправа қосасыздар. Мен самсаның приправасын қолдандым, және де универсал приправаны қолдандым. Мен етке тұз қоспаймын, өйткені біздің етіміз тұздалған. Сондықтан тек асқабақтың салмасына ғана тұз қосамын. Және де біздің етті массамызға 100 грамм су құюды ұмытпаңыздар. Сонда сочный сорпамен керемет болып шығады самсаларыңыз. Одан соң мен осылай 6 бөлікке бөлдім, бірақ сіздер 4 бөлікке бөлсеңіздер дұрыс болады. Алдын осындай кішкентай болып шықты. Одан соң 4-ақ самса шықты. Одан кейін мен екеуін қосып жібердім. Және де
екеуін қосып жібергеннен кейін үлкен бір қамыр шықты. Оны үлкен кәдімгі бір зуала сияқты қылып әдемілеп жаямыз. Біздің самсаларымыздың бетіне жұмыртқа жағып, және де мак болса, күнжіт болса, екеуін қайсысы бар, соны қолдануға болады. Біздің қамырымыз осындай, екі қамырды қосқанда осындай үлкен болып шықты. Және де осылай оқтаудың көмегімен осындай волналар істейміз. Одан кейін бұл өте жалпақ болғандықтан ортасынан кесіп, екеуіне де салма салған кезде кәдімгідей бір табақ толатын самса шығады. Егер ернем деп жатсаңыздар, осылай жасасаңыздар керемет болады. Видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Осылай бір-біріне жабыстырып, ортасынан бүйтіп қысып шығып, одан кейін пышақпен кесеміз. Барлығын осылай дайындап аламыз. 8-16 штук, 16 штук самса шығады. Одан соң үстіне осылай жұмыртқа жағып, үстіне мак салдым. Осылай салып, одан соң 180-200 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Нәтижесінде осындай өте дәмді, сочный, қазіргі кезде хит болып жатқан миди самса дайын болды. Барлығына бізде өте қатты ұнады. Бір шайда, бір дастарханда таусылып кетті. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және де жасап көріп жатсаңыздар, маған комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей ортасы осындай керемет болып шықты. Самсамыздың ортасындағы салмасы керемет пісіп шықты. Енді тандыр самсамызды дайындаймыз. Біз дайын қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз, және ортасына салмамызды салып, осылай видеодағыдай етіп өретін боламыз. Өреміз және түйеміз. Қатты қылып өргендеріңіз дұрыс, өйткені біздің самсамыз кейін ажырап кетпес үшін. Біздің қамырымыз жұқа және де қалың болмау қажет. Орташа қалыңдықта осылай жаясыздар. Одан кейін біз қазанымызды қыздырып қоямыз. Қатты қоймаңыздар газдың астын, өте баяу отта қыздырып қоямыз. Одан кейін бетіне осы дайын болған самсамыздың үстіне жұмыртқа жағып, күнжіт салып, біздің қазанға жұмыртқаға аунатып аламыз астын. Және де егер қазандарыңыз қызып кетсе, жұмыртқа пісіп кетіп жабыспай қалуы мүмкін. Сондықтан қатты қызбау қажет. Одан кейін осы жай отта 40-50 минуттай пісіретін боламыз. Арасында бір-екі рет қазанның бетін ашып қойыңыздар, артық буы шығу үшін. 10 секундқа ашып қоямыз. Осындай керемет бізде самсалар дайын болды. Жасап көруге баршаңызға кеңес беремін. Өте сочный болып шықты. Ішінде өзінің соғына өзі пісіп, еттеріміз керемет болып піседі. Жасап көріп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Барлығына ұнайды деген ойдамын. Өйткені біз тандыр самсаны барлық қазақ етті жақсы көргендіктен тандыр самсаны да жақсы көреді деп ойлаймын. Өзіме қатты ұнады, және де біздің үйдегілерге де ұнады. Барлығы жеп қойды. Қараңыздар, өте сочный, ішінде өзінің соғымен керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасап қойыңыздар. Баршаңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Таңшолпан.